Мен сол адамға, сіз қиналып, азап шеккен кезіңіз бола ма деймін. Таңғаларлық. Құдайдың өзі сол адамға шынайы жауапты білдіреді. Ешкім алдамайды. Әдетте адам аз да басын изеп былай дейді: осы салада ешқашан ойламағанмын. Иә, болады, қиналатын кезім болады. Сіз кешірмеу туралы айтудан алдын. Осы уақытқа дейін бұл сұрақ ешқашан қиындық тудырмаған. Егер сізге жоқ, қиналам деп айтпаймын, жоқ деп жауап берсе, яғни сізге арпалыс немесе үрей, сұмдық ойлар сезімі таныс емес пе? Жоқ, жоқ сияқты. Аха, демек кешірмеудің қатысы жоқ. Сонымен, төменде қорытындыда кешіру деп жазылған. Бақылау сұрағы: сіздің қиналып азап шегетін кезіңіз болады ма? Одан әрі адамдарға сөйлеу міндетті емес. Өйткені адам кешірмеудің салдарынан әрқашан жазалаушылардың қолына түсетіні. Исаның сөзі бойынша, сіздің сұхбаттасыңыз азап шеге ме деген сұрақ туралы орынды тәсіл мынау болмақ: оның өмірінде кешірмеу бар ма? Құдайдың көмегімен сұхбаттасушыңыз мұны растайды немесе теріске шығарады.